Ассаламалейкум достар. Бүгін біз сіздермен ағзамызға өте пайдалы, дәруменге бай бауыр торт дайындайтын боламыз. Ол үшін Маралмен бірге болып, видеоны ақырына шейін қараңыздар. Бауырдан құймақ жасау үшін бауырымызды еттегіштен майдалап өткізіп аламыз. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, тұзымыздан сеуіп, аздап қара бұрыштан себеміз. Барлығын жақсылап миксерлейміз. Сонан соң сүтімізді құйып араластырамыз және 3-4 қасық сұйық майдан құйып, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Еттегіштен өткізілген бауырымызды саламыз және ұнымызды 2-3 этапқа бөліп, салып араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Қамырымыз осындай болып шығады. Қызып тұрған тапамызға қамырымыздан құйып, құймақ жасауға кірісеміз. Барлық шетін домалақтап, әдемілеп құямыз. Бірінші осы бетін пісіріп аламыз. Шамамен 1-2 минут қызарғанша пісіреміз. Сонан соң абайлап келесі бетіне аударамыз. Барлық құймақтарымызды дәл осылай әдемілеп пісіріп шығамыз. Сіздерге түсінікті болу үшін екінші құймақты да пісіріп көрсетейін. Шет-шетінде ортасында тесік қалып кетпеу керек. Сол кезде әдемі құймақтар шығады. Келесі бетіне аударамыз. Құймақтарымыздың арасына жағатын салмамызды дайындаймыз. Майонезге майдалап үкіштен өткізілген чесногымызды салып, араластырып аламыз. Құймағымызды салып, шамамен 2 ас қасық майонезден салып, жақсылап жан-жағына жағып шығамыз. Келесі құймағымызды саламыз және майонезімізді жағып, барлығын тура осылай видеодағыдай қалап шығамыз. Жаңа видеоны жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Барлық құймақтарымызды қалап болған соң, ең бетінен жұмыртқа мен майдалап туралған аскөгімізді себеміз. Достар, бауырдан жасалған тортымыз дайын болды. Ол осындай әдемі болып шықты. Ең бастысы біздің ағзамызға өте пайдалы. Арасы осындай әдемі болып шығады. Толығымен піскен, жұмсақ, ауызда ериді. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған Марал. Сау саламат болыңыздар.